Біздің әдебиетімізде мына жазушыларға тағатын бір атақ дәрежесінен басқа талантты жазушы, дарынды жазушы деген сөздермен қоса айтылатын бір классик жазушы деген анықтама бар. Ал енді қолына қалам ұстаған жазушылардың бәрі әдебиеттің тарихында қалуға мүмкіндік жетпейді, өйткені олардың саны көп. Солардың ішінен іріктеліп уақыттың сынынан өткен, оқырмандарға ұнаған халықтың көп бөлігінің сүйіспеншілігіне бөленген жазушылар ғана сол әдебиеттің тарихында классикалық әдебиетіміздің тарихына енеді. Ал енді мына тірі кезінде адам баласы өзі қызық қой, атақты болсам дейді. Кейбіреулерде атаққұмарлық деген болады адамда. Кейбіреулер мәнсапқұмар адамдар болады. Бір-екі кітап жазып тастағаннан кейін оған бір пайдаланып бір жерде депутат болсам, немесе бір әкімнің орынбасары болсам деп жүретін сондай адамдар жаңағы дәрежеленіп ана медальді ана бастықтың приемына барып, мына бастықтың приемына барып, бір ауданның айталық құрметті азаматы, пәленбай облыстың құрметті азаматы деген сияқты бірдеңелерді жинап сөйтіп жүреді. Ал енді осы атақтардың бәрі Қазақстанның халық жазушысы осы таяуда бір жазушылар одағында бір тағы да бір медаль ма бірдеңені жасап қойыпты. Қазақтың немене жазушысы дейді, бірдеңке жазушысы дейді. Ұмытып қалдым. Жаңа атақ қой енді, бір медаль кішкентай. Соны кейбір адамдарға беріп кәдімгі еліктіріп сөйтіп қояды ана. Балаларды, мектепте жүрген балаларды бір олимпиада бірдеңе ұйымдастырып, соған бір ойыншық медальдарды беріп сөйтіп алдайды ғой, сол сияқты ойлап табылған нәрсе ғой енді. Негізі бұл әдебиетті былай ойыншық қылып алдаусыратып жазушыларды олай істеуге негізі бұл былай айтқанда орыстың сөзімен айтқанда несерьезно, яғни бұл қабылданбайтын нәрсе, бұл ұят нәрсе деп есептеледі. Басқа халықтарды ойлайықшы, мына неміс әдебиетінде, неміс айталық, Жапон әдебиетінде, Америка әдебиетінде Американың халық жазушысы деген бір атақтар болып жатса, мысалы. Немесе айталық, анау Испанияның жазушыларына беріп жатса, немесе Италияның жазушыларына, Италияның халық жазушысы деген сияқты атақтарды. Енді жаңа айттым ғой, енді классик деген нәрсені уақыт белгілейтін нәрсе. Ол бізден уақыт деген бізден сұрамайтын нәрсе. Ол өзі өте береді. Бір уақыттарға келген кезде уақыт белгілейді. Көзі тірісінде де мойындалатын жазушылар болады, классик жазушылар. Мұхтар Әуезовтер мысалы алғаш шығармалар жазғаннан кейін ол көп халықтардың бәрі мойындаған, көп оқырмандардың бәрі. Ал енді үнемі мойындала беретін де жазушылар болуы мүмкін ғой. Қатардағы жазушылардың ішінде әдебиеттің тарихында қалатын жазушылар болады. Сондықтан енді көп жерлерде бір адамдарды мынау классик жазушы деп дәріптеп көтермелеу ол жалпы неге сыймайды, әдепке сыймайтын нәрсе. Бұл әдепсіз адамның қылығы. Мысалы, ол жерге сіз білмейсіз ғой, мысалы, ол классик жазушы ма емес пе, сіз болашаққа барып келген жоқсыз, ол болашаққа бара ма, бармай ма ол адам жазған. Ал өзіңіздің ортаңызда ешкім жоқ жерде былай қолпаштап айта беруге болады енді. Мысалы, жас кезде адамдар айтады, ой, бәрі, сен классик жазушысың, ақынсың деп бір қолпаштап сөйтіп қояды.
Ал эми жанагындай үлкөн аудиторияларда сүйтүп айтып, пәленче экен деген биздин классик жазуучубуз деп. Сиз анын классик жазуучу экенин билмейсиз го. Кайдан билесиз? Сиз немене ошону баягы орден берген сыяктуу бересизби? Эч кимге ондай какы берилмеген. Сондуктан мына классик жазуучу деп дариптеп айткан кезде байкап сөйлөө керек. Уятка калып калат адам бостон боско уятка калмаш үчүн. Ал энди карап турсаңыз тири кезинде классик болгусу келмейтин жазуучу жок. Ягни баары да тарыхтан калуудан, тарыхтын, әдебиеттин тарыхында калууга бир үмүттүү да. Пендечилик го энди. Солардын ичинде эң жакшылары, эң мыктылары, эң билимди, мына боюна адам баласынын эң жакшы касиеттерин, эңбеккорлукту жыйнаган сондай адамдар гана, көпүлгө калдырган адамдар гана, окурмандары көп, калктын жүрөгүнөн орногон, окурмандын жүрөгүнөн орногон адамдар гана классикалык адебиеттин коруна энет сондай чыгармалар жазган адам гана. Сондуктан пәленче экен классик жазуучу деп дариптеген кезде кичине байкап уятка калып калмайтындай болуп сөйлөшүбүз керек. Биз энди 30 элдин катарына экономикадан энебиз, ауыл чарбачылыгынан бәленче элдин катарына энебиз дейбиз го. Мына руханий жагынан алганда да биздин мәдениетибиз өтө бай мәдениетке жатат. Эң эски мәдениетке жатат. Бай мәдениетке жатат. Сондуктан биздин бай мәдениетибизди көрсөтүү үчүн жанагындай сөздөрдү биз байкап ордун колдонуубуз керек. Бизде тамаша жазуучулар көп. Оларды жакшы жазуучу, окурманы көп жазуучу, немесе айталык көрнөктүү жазуучу, окурманга айталык мындай такырыптарды сунуп жүргөн жазуучу деп де дариптей берүүгө болот го. Сондуктан бул биздин мәдениетибиздин бир көрсөткүчү деп ойлойм мен өзүм.